Ассаламу алейкум, құрметті жаңғырғандықтар, өздеріңіз білетіндей бір аптада бір арман жобасының бүгін ерекше түсірілімі болайын деп жатыр. Өйткені бүгін біз бір балаға емес, көптеген балаға қуаныш сыйламақшымыз. Бүгін бізге демеушілік жасаған Маруа бренд сауда үйіне алғысымызды білдіреміз. Ендеше біз бүгін арнайы Жаңғырған ауданындағы Нұрлы Сенім арнайы балабақшасына қонаққа келдік. Бұл жер негізі мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы балабақша болып саналады. Ендеше кеттік. Бастайтын ерке айнала кеткен. Иә, өздеріңіз көргендей бұл жер ерекше жаратылған балаларға арналған арнайы балабақша. Мұнда 7 жастан 17 жасқа дейінгі 20-ға жуық бала тәрбиеленеді. Ата-ананың арманы өз балаларының өзге балалардан кем болмай, қоғамда өз орнын тауып, бақытты өмір сүргенін көру. Арнайы балабақшадағы көрсетілетін тәрбие мен білім, тәрбиешілердің үздіксіз еңбегі осындай балалардың бойындағы мүмкіндікті ашып, олардың өзіне деген сенімін арттырады. Осы тұста тәрбиешілердің еңбегі орасан зор екені көрінеді. Кешіміз өте көңілді өтіп жатыр, балалардың барлығы қуанышты. Осы ісімізге атсалысқан жандарға Алла Тағала разы болсын. Өмір деген сүрме артық керек емес, сағынып жүрсің бе, ол сені елемес. Тамшысы тағдырдың тамған жер бетіне, сол жерде қап қойған тек жалғыз сен емес. Өмірді қиындатпа, жақсы жол табылар, санаңды құйындатпа, жан болсаң бағы бар. Армандар алдамайды, армайды тек қана, бұл өмір сынақ саған сыйыңды қабылар. Қитықтап тұрғызбаған тағдырға тамсанам, бақытқа ұрғызбаған қалжырап қалса жан, көгіне көтермейтін қарызың өтелмейтін ей өмір, бақытың қаншадан. Кезің жоқ сынамаған, жылады қаншадам, пенделер шыдамаған, шаттықтай аңсаған, тұсаудай кесілмеген. Бұл жерде тек баланың ғана қуаныш емес, ата-аналар да шын жүректен қуанышты. Барлық демеушілікті осы кісілер жасалады. Мына іштің оформлениесін, балалардың жағдайын осы кісілер бүкіл қуанышты балаларымызға жүргізген. Құрметті ата-аналар, сіздерге көп рахмет айтамын. Өзім келіп, балаларды қуаныштарына келіп, бірге атқасып жатқандарыңызға рахмет. Негізі ата-анаға да сіздерге де қиын ғой, біз түсінбейміз деп басына өткен адамға түсінеді бұл жерден. Біз Жаңғырған жастарына өткенде осы апайлар хабарласты, осындай шара болайын деп жатыр. Сіздер кішкене қолдау білдірсеңіздер деп. Бізде бір аптада бір арман деген бір жоба басталған. Әр апта сайын бір баланың кішігірім болса да арманын орындап, демеушілердің арқасында. Бірақ біз осы жолы бір баланың емес, көптеген баланың қуанышын көрейікшілеп, осылардың бір күлкісін өзін көрейікшілеп, арнайы сіздерге келдік. Осы ісімізге бізге демеушілік жасаған Қара Бура сауда үйіне және Маруа бренд сауда үйіне алғысымызды білдіреміз. Аман есен сау болып, үлкен азамат болып, ел сыйлайтын, ел мақтанатын үлкен азамат пен азаматша болуына тілектеспін. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Және де ата-аналар сіздерге де Алла разы болсын, Алла сіздерге сабыр берсін. Тәрбиешілердің еңбегі өте зор. Алғысым шексіз. Әр баланың деңгейіне қарай жұмыс жасап, солардың ыңғайына көніп жүреді, соларға қарап. Сіздерге Алла разы болсын. Аналар мен біздерге мықты денсаулық берсе, біз барлығын көтереміз. Бүгінгі өмір
жылады қаншадам, пенделер шыдамаған, шаттықта аңсаған, тұсаудай кесілмеген, шын жыр шешілмеген, әй өмір бақытың қаншадан. Қазақ тілек аспан мамедінің атына. Kızlar, jigitler, barcha munda bir rahmet. Құрметті жаңғырғандықтар, бүгін осы жерге балалардың қуанышына арнайлап аудан кәсіпкерлері осы жерге мерекелік дастархан жайып берген екен. Алла тағала ол кісілердің кәсіптеріне береке берсін. Біз бүгін бір баланың емес, көптеген баланың қуанышына куә болып отырмыз. Осы жерде арнайы осы балаларымыздың тәрбиешісі Мариям апайымыз сіздерге Алла тағала күш қуат берсін. Осылай осы балалардың қуанышын көруді Алла тағала нәсіп етсін сіздерге де. Мына жаңғырған жастарына, Қарабура сауда орталығына үлкен алғысымыз шексіз. Балаларымыздың қуанышы екі еселеніп, бізге осындай керемет дастархан жасап, жаңа жылдық көңіл күй сыйлаған үшін Алла разы болсын барлығына. Рахмет. Құрметті жаңғырғандықтар, осымен бір аптада бір арман атты жобамыздың осы бөлімі аяқталды. Келесі бөлімде кездескенше сіздермен бірге болған жаңғырған жастары және де Қайда Жаңақорған.